Бүгін біз қысқа квадрат теңдеуді шығару тәсілдерінің ішіндегі қысқаша көбейту формуласы арқылы қалай квадрат теңдеуді шығаруға болады деген мәселені қарастыратын боламыз. Ол үшін бірінші мысал алып көрейік. Біздің мысалымыз мынандай болсын. X квадрат азайту 3x минус 2 тең болсын 0-ге. Бұл өрнекті қалай шығарамыз? Шығару үшін бірінші менде ортасы минус. Онда мен ойлаймын, а минус b-ның квадратына келеді. Ол бізде a квадрат минус 2a көбейтілген b қосу b квадрат дегенді беруші еді. Енді онда осы түрге келе ме екен? Жазып көрейік, есептің берілген. X квадрат минус 3x минус 2 тең болады 0-ге. Бізде формулада a квадрат, x квадрат бар екен, бірақ бізде 2 деген сан жоқ, және қайсысы a, қайсысы a деген сан бар, b деген сан жоқ, және b квадрат деген сан. Онда біздің мақсатымыз осы өрнектен b деген санды табу алу. Онда жазайын, x квадрат 2 жоқ екен, онда ойымнан 2 берейін. 3x. Бұл жерде берілгеніне қарасаңыз 3 еді. Мұнда 2-ні 3-ке көбейтсеңіз 6 болып кетеді. Онда 2-ні жаза саламын. Өйткені 2 мен 2 қысқарып кетеді де, ештеңе өзгермейді. Қайтадан теңдікті береді. 2-ні жазып қойдым. Онда сол осы санымыз, онда формула бойынша бұл b деген санға тең. Сонда b-ның квадраты 9-дан 3-тен 2-ның квадраты 4-тен 9 болады. Азайтылған 4-тен 9. Өйткені мына екеуі қысқарып кетеді, және мына екеуі қысқарып кетсе, бізде бастапқы өрнекті қайтадан береді. Азайтылған 2 тең болады 0-ге. Онда осыны жазып қояйын. X квадрат минус 2, 3-тен 2, x қосылған 4-тен 9, азайтылған 4-тен 9, азайтылған 2 тең болады 0-ге. Енді қараңыз. Бұл жерден мен қысқаша көбейту формуласына бірінші өрнегімнің келіп тұрғанын білемін. Мына өрнек менде қысқаша көбейту формуласына келіп тұр. Онда жазып қояйын. Және екінші есепті есептеп алайын. Онда менде не шығады? Сонда x b-ның орнында, a-ның орнында x деген сан тұр формула бойынша, b-ның орнында 2-ден 3. Квадраты минус мына санды есептеп алайын. Ортақ бөлімге 2-ден берем, сонда 4-тен берем ортақ бөлімге, 17-ден 4 деген сан шығады. Азайтылған 0. Енді мына өрнекті қалай шығарушы едім? Мына өрнекті шығару үшін мен мына 4-тен 17 деген санды 0 жағына өткізсем, минус еді, плюстан көмен едеді. 3-тен 2 квадрат 4-тен 17. Енді екі жағынан да бір алсам, плюс минус 2, мына жақтан 17-ден түбір шықпай қалады. Сонда менде жауап x 3-тен 2, 2-ден 3 тең болады 2-ден 17-ге. X бірінші плюсын алып жатырмын. Екіншісі минусын алсам, x 3-тен 2 тең болады минус 2-ден түбір астында 17 деген. Осы екі өрнектің шығарсам менде x1 және x2 деген мәнді алатын боламын. Сонда x1 менде мына минус 3-тен 2-ні мына жаққа қарай өткізсем таңбасын плюс болып кетеді. Сонда түбір астында 2-ден 17 қосылған 2-ден 3. Және x2 деген саным минус 2 түбір астында 17 қосылған 2-ден 3 деген
осында x1 және x2 деген өрнекті осы теңдеудің x квадрат минус 3x минус 2 деген теңдеудің қысқаша көбейту формуласы бойынша шығарсақ осылай болады екен. Назарларыңызға рахмет. Сау болыңыздар.